Жалпы мені інісімен бірге тастап кетті ғой, жалғыз деп айтпай қоймын, бірақ інісімен бірге тастап кетті. Қазір келем, достарыммен жүріп қайтамын деген сияқты еді, бірақ телеграмына қарасам, клубтан бірақ шыққан сияқты. Енді ол жақта еще 500 мыңға стол заказ берген. Енді 2 адам болса, просто 2 адам бүйтіп жүріп қайтуға да болады, бірақ енді, значит, қасында адам болады деген сөз. Білмеймін, может, мені алып кетсе, мен сеніп жүре беретін едім да, қасында қойшы, мен бармын ғой, білемін ғой, не істеп отқан деген сияқты. Ал енді жұптық ара қатынаста қызын тастап кетіп не істеуі мүмкін деген ойлар енді неше түрлі жаман ой кетіп жатыр, шыны керек. Бірақ шынымен де ғой, жұптық ара қатынаста мен ойлаймын өз басым ондай дұрыс емес деген сияқты. Либо жүрсең, қасында қызыңды алып жүруің керек. Кинодан үйге келдім. Енді сіздерге Айдана ханым туралы айтқым келіп тұр. Айдана ханым психолог маман деп айтуға болады, және де сүрелермен де біраз нәрсе оқиды. Мысалы, сіздер жоғалып қалған заттарыңыз болса, табуға көмектеседі. Біз өздеріңізге қымбат жоғалған заттарыңыз болса, одан бөлек үйіңізді, көлігіңізді жақсы бір жаңа сатқыңыз келіп жүрген болса, тоже сіздерге Айдана ханым көмекке келеді. Және де бір жастардың арасында ұрыс жанжал болса, мысалы бір-біріне ғашық жандардың арасында, махаббаттың ортасында деген сияқты ғой. Сол осы кісіге көмекке келсеңіздер болады. Қазір аккаунтын қалдырып кетсем, сонда өтіп қарасаңыздар, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады.